Сәлем баршаңызға. Үй жинайын деп бастап, бірінші ойыншықтан бастап жинайын дедім да, әр пакетке бір салына бергесін. Ол пакет жыртылып қалады, пластик алсаң ол сынып қалады. Сонымен менде бір фетр бар тұғын. Содан бір ойыншық салатын корзина жасап көрейін деп шештім. Бұл өте қалың материал болғандықтан бірінші рет тігіп тұрмын. Қалай болатынын алда көріңіздер. Әуелі мен осындай бөліктерге бөліп алдым. Яғни бұл жаны және ортасына тұратын диагоналы мендегі 100 см, ұзындығы 100 см және диагоналы 32 см етіп алдым. Одан кейін әуелі үстіне бір көркемдейін деп осы жұқа фетрді алдым, розовый фетрді. Осыдан бір жұлдызшалар жасап көрейін деп әрі-бері бөктедім. Қанша жұлдызша шығатынын ойлап, шамалы жіңішке етіп алайын деп әрі-бері сыздым, болмады. Содан кейін қарап көрсем 40 см екен. 40 см-ді басымды қатырғанша 5 см-ден сызып, соған сызып шығайын деп, как раз 5 см-ден бөлінеді екен. Солай 5 см-ден бөлдім да, оларды тілікше етіп қырқып алдым. Содан кейін қалаған жұлдызымды қырқып, соны жасап алдым. Жалпы қалың фетрмен бірінші рет жұмыс жасап жатырмын. Тігу барысында өте көп қиындықтар болды. Тігу негізі үлкен көлемдегі корзина тігем деп ойлағам. Осының көзі әрең тігілді. Бірақ негізі былай қарағанда фетрден тіккен жақсы екен. Бірақ мен көлемін үлкейтіп, үлкен қылдым. Өйткені бізде ойыншық көп, оның барлығын оған сыйдыру мүмкін емес. Бұл тек қана бір ғана корзина. Мен әлі 2-3 корзина тігуім керек. Дәл осында 2-3 корзина. Бұл корзинаны қызым иеленіп алды. Енді ол өз ойыншығын осы корзинаға салып отыратын болды. Жалпы барлығын бүктеп алып, бірден қырқам деп ойлағам, бірақ қалыңдау болып шықты. Содан кейін мен 1-2 слойға азайттым. Сосын барып қана қырқуды бастадым. Ерінбей барлық жұлдызшаларды қырқып шықтым. Осылай қолдан келгенше жасап, өзімнің білгенімше жасап шықтым да, оны жаңағы паутинкамен жабыстырам деп ойладым. Бірақ оказывается, паутинка әлсіз болады екен. Осылай бөліктерге бөліп көп жұлдызша жасап алдым. Жартысы артылып қалды даже. Осыларды осылай әдемілеп қойып алдым да, астына паутинка қойып, оны өтектеймін деп ойладым. Бірақ енді паутинка әлсіз екен. Сондықтан олардың көбісі түсіп қалып, кейіннен мен қайтадан оны жаңағыдай ыстық клейменен жабыстырып шықтым. Ыстық клей өте жақсы жабысады. Негізі ойлаған басында тігіп шығам ба деп жеке-жеке, бірақ мына фетрменен көлем үлкен болғасын, бытовой машинкада тігу шамалы қиынырақ болды. Негізі кәдімгі промышленный машинка болса, вообще күшті жаңағыдай фетрден күшті дүниелер жасауға болады екен. Мен жалпы осылай жабыстыра салдым. Өтектеп бастағам, енді ыстық клеймен жабыстырып шықтым. Жалпы біздің үйде 4 бала болғандықтан, 4-еуіне де осындай корзина керек, өйткені ойыншық көлемі өте көп. Тек бұған қызымның жарты ойыншығы ғана сыйды. Сондықтан мен осындай тағыда басқа түсінен где-то бір 3 корзина жасасам жеткілікті болады. Негізі фетрде өте қымбат емес, тек қана 1000 теңге тұрады екен метрі. Мен сол проба жасап көрейін деп әуелі 1 метрін алғанмын, бірақ маған 1 метр шамалы аздау болды. Негізі дәу жасайым деп ойлағанмын. Бірақ остаткілері қалды. Сол остаткілерден де бірдеңе жасайым ба деген ойда отырмын. Енді басқа түсін алып, тағы да бірнеше корзина жасау керек. Міне мен осылай өтекпенен қыздырып, жабыстырып шықтым. Бірақ ойлағандай күшті шыққан жоқ. Түсіп қалды көбісі. Содан кейін жаңағыдай ыстық клейді пайдаланған болатын, бірақ ыстық клейді жабыстырған бұл жерде көрінбейді. Өйткені мен оны барлығын өсіп жабыстырғаннан кейін артынан қайтадан тігіп жатқан кезде түсіп жатты. Сосын ыстық клеймен жабыстырып шықтым. Міне осылай жақсы жабысты барлығым.
Содан кейін менде мынандай екі тілік болды. Бұл ручкасы. Бұның сантиметрі 30 сантиметрде, ені 6 сантиметр. Мен осы жаңағыда ручкаларын осылай қосып айналдырып тігіп шықтым. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Бірінші кезекте осы ручкаларын тігіп шықтым. Содан кейін екі бөлікті жаңағыдай айналдырып корзинаны қосып шықтым. Жалпы корзинаны мен кәдімгі тігіспен емес, зигзагтың бір түріменен тігіп шықтым. Енді бір күшті шықты деп айта алмаймын, бірақ енді қалыңдау болды, ине сынды, в общем, осылай тігілді. Содан кейін осылай овальный қылып, жаңағы диаметрін қойып, инелерді қадап алдым да, оны да тоже солай тігіп шықтым. Оны да осындай зигзаг түрмен тіктім. Өте қалың болғасын, негізі бытовой машинкамен тігу шамалы қиындау болды. Бірақ соған қарамастан мен осы корзинаны тігіп шықтым. Осындай әдемі корзина дайын болды. Енді біз оның ручкаларын орналастыруымыз керек. Мен оған онда тігіп жатпаймын, тек өте қалыңдау болғасын осындай кнопкаларымды орнатайын деп шештім. Жақсы, алынбалы, күшті шықты. Мындай свет қой, мындай свет қасы. Ана розовый ба? Иә. Фиолетовый был. Так. Ана розовый. Можешь? Ана. Цвет. Цвет. Мукан. Мукан айтақ. Фиолетовый. Өте барсын қаламам. Десін тұғым. Әзір. Кіптатады, деге бай қолды зебек. Бай қолды зебек. Мұшима сатам. Еккіз қысып. Бойды түсесімен адам.
Sok koko bunu. Uçuk bir sok. Şimdi yey. Şimdi yeter. Anak. Aktif nggak tuh? Dokter masuk gue, masuk gue. Hah? Sen sudah dokter mah? Sudah istersen, ajan basma. Жалпы осындай әдемі корзина шықты. Жаңағыдай ұстайтын ручкаларын кнопкамен орнатқаным жақсы болды. Өйткені тіксең бала болғасын әрі-бері тартады, жыртылып қалуы мүмкін. Сіздерге де қалай? Мен корзинам ұнады ма? Если ұнап жатса жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басып қолдап жүріңіздер.